Биыл Түркістан қаласында жалпы көлемі 200 мың шаршы метрден асатын 3392 пәтерлі 53 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Әкімшілік іскерлік орталығындағы көп қабатты үйдің құрылыс жұмыстары туралы Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдың төрағалығымен өткен аппарат отырысында талқыланды. Биыл Түркістан қаласында жалпы көлемі 200 мың шаршы метрден асатын 3392 пәтерлі 53 үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Әкімшілік іскерлік орталығындағы көп қабатты тұрғын үйлердің жай-күйі мен құрылыс жұмыстары туралы Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдың төрағалығымен өткен аппарат отырысында талқыланды. Тұрғын үй құрылысындағы атқарылып жатқан жұмыстарды Түркістан қаласының әкімі Нұрбол Тұрашбеков баяндады. Мәлімдеуінше 10 айдың ішінде жаңадан салынған 42 көп қабатты үй пайдалануға берілді. Яғни жыл басынан бері несиемен және кезекте тұрған 2000-нан астам отбасы баспаналы болып, қоныс тойын тойлады. Жыл соңына дейін тағы 11 көп қабатты тұрғын үй құрылысы толық аяқталады. Яғни тағы 725 пәтер пайдалануға берілмек. Аудан қала әкімдері, сіздердің территорияларыңызда ғой, енді сол жерде тұратын тұрғындарға жасалынып жатыр. Осы құрылыстың барлығы. Қай, ЖКХ болсын, сосын мектеп болсын, үйлер болсын. Енді осындай кезде сіздер айтып отыру керексіздер ғой, мына білесіздер, бүгін жиналыс болатын. Бана Арман Абдуллаев айтып өтті, Қазығұрт бойынша. Енді басқа сонда аудандарда ешқандай проблема жоқ па? Көрмей отырсыздар ма оны? Барлық бастаған нысандар сапалы біту керек, бітті, басқа мақсат жоқ. Облыс әкімі құрылыс жұмыстарының сапасын қатаң бақылауда ұстауды, инженерлік инфрақұрылым жүйелерінің құрылысы мен абаттандыру жұмыстарын ширатуды тапсырды. Пайдалануға берілген үйлер халықтың барлық талабы мен сұранысына сай болуы тиіс. Бұл өте маңызды. Үйлердің айналасын абаттандыруға да баса мән берілген жөн. Балалар алаңқайларының сапасы мен қауіпсіздігі басты назарда. Түркістан қаласындағы құрылыс жұмыстарының мерзімінде аяқталуына қала әкімі және тиісті басқармалар тікелей жауапты, деді Дархан Сатыбалды. Апталық аппарат отырысында облыс әкімі Дархан Сатыбалды пайдалануға беріліп жатқан үйлерді тексеріп, анықталған кемшіліктер бойынша облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасы тарапынан заң аясында шаралар қабылдауды тапсырды. Сондай-ақ қала аумағын абаттандыру, көгалдандыру, жарықтандыру және санитариялық жұмыстарды қолға алып жандандыруды жүктеді. Жұмайым Абызбай, Мейіржан Ғалымшанұлы, Арт ТВ жаңалықтары.